أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Бүкіл мақтау, бүкіл әлемнің жаратушысы Алла Тағалаға болсын. Сүйікті пайғамбарымызға Алланың салауатымен сәлем болсын. Қадірлі жиылған қауым, құрметті қазалы жұрты және осында келген қонақтар, баршаларыңызға ассаламу алейкум деп сәлем берем. Алланың амандығын, берекесін, бейбітшілігін тілеймін. Бүгін қасиетті жұма күні, тілектердің қабыл болатын күндердің сұлтаны болған, міскіндер үшін қаж болған сондай қасиетті күн. Алла Тағала ниетімізді, тілегімізді қабыл етсін. Бүгінгі күннің сауабын баршамызға нәсіп етсін. Бүгін осында тұрған әрбір мұсылман үшін өміріндегі бір қадірлі, қасиетті сәт, сауапты уақыт. Өйткені сіз бен біз бүгін Алланың кәләмі, қасиетті Құранның орталығын, осында Құран жаттату орталығын ашуға баршамыз жиылып отырмыз. Алла Тағала осы Құранның шарапатын, Құранның нұрын баршамызға нәсіп етсін. Амин. Қадірлі ағайын, біз әрине бүгін сіздермен осында көрісуге ерекше қуаныштымыз. Өйткені халықпен бірге болу, жамағатпен бірге болу, үлкенге келіп сәлем беру, кішіге ізет ету біздің дініміздің бұйрығы, салтымыздың бізге үйреткені. Аллаға шүкір, өздеріңізді көрумен қуаныштымыз. Аллаға мақтау айтамыз. Баршаңызға Алла разы болсын. Амин. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы білесіздер, біздің дініміздің қара шаңырағы қазіргі таңда ол Астана қаласында орналасқан. Муфтияттың жалпы жұмысында 7 бағытқа басымдылық беріледі. Соның бірі білім және ғылым бағыты. Біз тек қана құлшылық етпей, барынша жастарымызды білім ғылымға баулу үшін осындай орталықтарды ашып жатырмыз. Бүгін мінекей Жанқожа Батыр бабамыздың атындағы қариларды даярлау орталығын ашқалы тұрмыз. Алла